Болатхан дүниеден өткен күні Айсұлу ұзақ уақыт үнсіз отырды. Үйге келген адамдар көңіл айтып жатты. Сабыр сақта Айсұлу. Алланың ісіне амал жоқ, балаларым үшін мықты бол. Ол басын изегенімен жүрегінде бір-біріне қарама-қайшы екі сезім арпалысып жатты. Бірі өмір бойы бірге тұрған адамның қазасына деген өкініш. Екіншісі, алғаш рет қорқынышсыз өмір сүремін деген әлсіз үміт. Сол түні үй іші тыныш болды. Ешкім айқайлаған жоқ. Ешкім есікті тарсылдатып кірген жоқ. Ешкім оның әр қадамын аңдымады. Айсұлу терезенің алдында отырып көз жасын сүртті. «Я Алла, мені кешір. Бірақ қатты шаршадым», деді сыбырлап. Ол Болатханды жек көрген жоқ. Тек өмір бойы қорқып өмір сүруден шаршаған еді. Жастық шағы енесінің сөгісімен өтті. Орта жасы күйеуінің қызғанышы мен ашуымен өтті. Енді қартайғанда тыныштық тапсам деп ойлады. Енді балаларымның қызығын көремін, деді өзіне. Абзал түзеледі, ертай үйленеді. Бағымды ақ көйлекпен ұзаттым. Немерелерінді иіскеп, шайымды беріп отыратын күн де келер. Осы оймен алғаш рет болашақты елестетті. Бірақ тағдыр оның үмітін тағы да сынады. Абзал мектепті бітіргенде Айсұлудың қуанышында шек болмады. «Менің балам оқиды», деп мақтанатын. Тіпті көрші Батимаға, «Мен көрмегенді балам көрсін, оқысын, адам болсын» дейтін. Бірақ Абзал оқуға түсе алмады. Үйге келген күні басын төмен салып отырды. «Кешір шанашым, қолымнан келмеді». Айсұлу ұлының шашынан сипады. «Ештеңе екпейді балам, бастысы аман бол». Бірақ түнде жастығын құшақтап жылады. Өйткені ол өз арманы емес, баласының үзілген үміті үшін жылады. Абзал жұмыс істей бастады, бірақ ішіндері жиналған ашу мен өкініш оны өзгертті. Әкесінің көлеңкесі оның тағдырына да түскендей болды. Бір күні ішіп алған жігіттердің арасында төбелес шығып, Абзал да соның ішінде қалды. Сот болған күні Айсұлудың аяғының астынан жер сырғып кеткендей болды. «Менің Абзалым ондай емес», деп қайталай берді. Бірақ үкім өзгермеді. Ұлын алып кетіп бара жатқанда Абзал анасына қарап, «Анашым, мен сіздің үмітіңізді ақтай алмадым», деді. Айсұлу көз жасын тыя алмай, «Жоқ балам, ана үшін баласы жаман болмайды, тек аман оралшы», деді. Сол күні үйге келгенде Батима оны құшақтап алды. «Жылашы, Айсұлу». «Менің жылауға да шамам қалмады, Батима», деді ол. «Өмір бойы балаларымның қызығын көремін деп жүріппін». Соған қарамастан Айсұлу ұлын ұмытпады. Қалтасындағы аз ғана ақшасынан жинап, сәлемдеме жіберді. Өзі жаңа киім алмай, ұлына қажет заттарын алып берді. «Анашым, маған ақша жұмсамаңыз», дейтін Абзал. «Ана баласына қалай қимайды?» деп күлімсірейтін Айсұлу. Ертай өз тіршілігімен кетті. Бағымның да отбасы болды. Ал Айсұлу болса күн сайын. «Балаларым бақытты болса екен», деп дұға етті. Бір күні Батима, «Өзің туралы қашан ойлайсың?» деп сұрады. Айсұлу сәл ойланып қалды. «Білмеймін, Батима. Мен өзім туралы ойлауды ұмытып кеткен сияқтымын». Сосын көзін сүртіп, «Бірақ еш өкінбеймін. Ана болған соң солай шығар. Тек балаларымның қызығын көрсем екен». Ол сол кезде әлі де уақыт бар деп ойлаған еді. Әлі бәрі түзеледі деп сенген еді. Балалары келіп жанында отырып шай ішеді деп күтті. Немерелері «Әже» деп мойнына асылатынын армандады. Өмір бойы бейнет көрген ана алғаш рет өз бақыты туралы ойлаған еді. Бірақ кейде тағдыр адамның ең соңғы үмітін де аяп жатпайды. Бірақ кейде тағдыр адамның ең соңғы үмітін де аяп жатпайды. Абзал жазасын өтеп келген күні Айсұлудың қуанышында шек болмады. «Балам үйге келді. Енді бәрі жақсы болады», деді көршісі Батимаға. Таң атпай тұрып бауырсақ пісірді. Абзал жақсы көретін етті асып қойды. Ескі сандықтағы жаңа көрпені шығарып төсегін салды. Есіктің алдына қайта-қайта шығып қарап қояды. «Батима, баламды күтіп жүрегім алып ұшып тұр», деді көзіне жас алып.
Абзал келгенде Айсұлу оны құшақтап: «Балам, үйге аман келгеніңе шүкір, өткен өтті. Енді бәрі жақсы болады», деді. Бірақ түрменің темір есігі Абзалдың тағдырын ғана емес, жан дүниесін де өзгертіп жіберген еді. Ол тұйық болып кеткен. Кейде ашуланшақ болатын, кейде ішімдікке қайта әуестеніп кететін. Айсұлу үндемейтін, тек «Балам, өзіңді жоғалтып алма» дейтін. Ертай үйленіп бөлек шықты. «Жұмыс көп, анашым» дейтін телефон соққанда. «Жарайды балам, аман жүр» дейтін Айсұлу. Телефонды қойған соң біраз уақыт үнсіз отыратын бағым тұрмысқа шығып басқа қалаға көшті. «Анашым, балалар кішкентай ғой, келе алмай жүрмін» дейтін. «Уайымдама қызым, балаларың аман болсын» деп жауап беретін. Бірақ сол түні қызының бала күніндегі суреттерін қарап шығатын. Бағымның алғаш мектепке барған күні, алғаш өрген бұрымы, алғаш рет «анашым» деп құшақтағаны. Суреттерге қарап отырып, уақыт қандай тез өтеді екен деп күрсінетін. Бір күні Батима кіріп келсе, Айсұлу кішкентай шұлық тоқып отыр екен. «Кімге?» деп сұрады. «Немерелеріме, бір күні келіп қалар» деді күлімсіреп. «Жиі келе ме?» Айсұлу жауап бермеді, тек көзін төмен түсірді. «Балалардың да өз өмірі бар ғой» деді біраздан кейін. Батима оның көңіліндегі сағынышты сезіп тұрды. Жылдар өте берді. Айсұлудың денсаулығы сыр бере бастады. Тізесі ауыратын, қан қысымы көтерілетін, бірақ ешкімге айтпайтын. «Өтіп кетеді» дейтін. Бір күні Батима «Дәрігерге бар» деді. «Қоя берші, балаларының мазасын алмайын» деді. «Неге айтпайсың? Олар уайымдайды ғой». Өмір бойы өз қайғысын жасырып үйренген ана қартайғанда да сол әдетінен айнымады. Бір күні ол үлкен үстел жайды. 3 түрлі салат жасады. Ет асты, бауырсақ пісірді. Батима таңғалып: «Қонақ күтіп отырсың ба?» деп сұрады. «Бүгін балаларым келеміз» деп еді. Кеш болды, түн болды. Ешкім келмеді. Телефон шыр етті. «Анашым, кешіріңіз, жұмыс шығып қалды». «Анашым, балалар ауырып қалды». «Анашым, келесі аптада барамыз». «Ештеңе етпейді қарақтарым», деді Айсұлу. Телефонды қойған соң дастарханға ұзақ қарап отырды. Суыған шайға, тиілмеген бауырсаққа, бос орындықтарға. Сол түні ол көп жылады. Бірақ ертеңіне тағы да күлімсіреп жүрді. «Батима», деді бір күні. «Иә, менің өмірім жаман болған жоқ шығар». «Неге олай дейсің?» «Өйткені балаларым бар». «Бірақ өзіңше?» Айсұлу үнсіз қалды, ұзақ отырды. «Мен өзім туралы ешқашан ойламаппын», деді ақырын. «Ал арманың қандай еді?» «Білесің бе, кәрі шағымда балаларыммен бірге шай ішкім келетін, немерелерімді еркелеткім келетін, анашым қалайсыз деген сөзді жиі естігім келетін». Сосын күлімсіреп: «Бірақ өмір бәріміз ойлағандай болмайды екен». Соңғы күндері ол әлсірей бастады. Батима келіп көмектесетін. «Балаларына хабарласайық» деді бір күні. «Әл емес, мазаламай-ақ қояйық». «Неге?» «Олар келгенде мені әлсіз күйде емес, күлімдеп отырғанымды көргенін қалаймын». Сол түні Айсұлу ескі сандықты ашты. Абзалдың кішкентай аяқ киімі, Ертайдың алғашқы дәптері, бағымның қуыршағы. Бәрін сипалап шықты. Суреттерді кеудесіне басты. «Балаларым, сендерді қатты жақсы көрдім». Терезеден сыртқа қарады. Аспанда жұлдыздар жымыңдап тұр еді. «Мен сендердің қызықтарыңды көремін деп өмір сүрдім. Бірақ шаршадым. Өте қатты шаршадым». Көзінен үнсіз жас ақты. Бірақ сол жаспен бірге жүрегіндегі реніш те ағып кеткендей болды. Өйткені ол бәрібір ана еді. Балаларына деген махаббаты өкпеден әлдеқайда күшті болатын. Таң ата ол жайнамазын жайды, қолын жайып: «Я Алла, балаларыма ұзақ ғұмыр бер,
бір-бірінен айырма, менің көргенімді олар көрмесін, деп дұға етті. Бұл оның соңғы дұғаларының бірі екенін өзі де білмеді. Ал алыс қалаларда Абзал, Ертай мен Бағым өз тіршілігімен жүрді. Ешқайсысы дәл сол түні аналарының оларды ерекше сағынып отырғанын сезбеді. Таң атқанда Айсұлу әдеттегідей ерте оянды. Үйдің іші тым-тырыс еді. Ас үйге кіріп шәйнекке су құйды. 3 кесе шығарып қойды. Бірі Абзалға, бірі Ертайға, бірі Бағымға. Өзі де түсінбейтін бұл әдет оған жылдар бойы серік болды. Бір күні үшеуі бірдей келер. Сол кезде бәрі дайын тұрсын деп ойлайтын. Бірақ ол кеселер көп жағдайда сол күйі орнында қалатын. Сол күні Батима келіп қалды. «Тағы да балаларды күтіп отырсын ба?» деп сұрады. Айсұлу күлімсіреген болды. «Жоқ, жай ғана шай ішкім келді». Батима үндемеді. Ол Айсұлудың өтірік айтқанын түсінді. Өйткені дастархан басындағы бос орындықтар бәрін айтып тұр еді. Кешке қарай Абзал телефон соқты. «Анашым, жағдайыңыз қалай?» Айсұлудың жүзі жадырап сала берді. «Жақсы балам, өзің қалайсың?» «Жақсымын, кейін тағы хабарласамын». Әңгіме 2 минутқа да жетпеді. Бірақ Айсұлу сол қысқа қоңыраудан кейін ұзақ уақыт күлімдеп жүрді. «Батима, Абзал хабарласты», деді қуанышпен. Батима жүрегі сыздап кетті. Өйткені анаға кейде бақыт үшін көп нәрсе керек емес еді. Бір ауыз сөздің өзі жеткілікті болатын. Бірақ түнде Айсұлу төсекте жатып көз жасын тыя алмады. «Мен балаларымды дұрыс тәрбиелей алмадым ба?» деп ойлады. «Әлде өзім тым көп шыдадым ба?» Сосын дереу бұл ойдан шошып кетті. «Жоқ, балаларым жаман емес. Олар тек өмірдің қамымен жүр». Өмір бойы балаларын ақтаумен өтті. Өзінің көңілі қалғанын мойындағысы келмеді. Көктем келді. Ауладағы шие ағашы гүлдеді. Бұл ағашты кезінде Абзал мен Ертай кішкентай кезінде отырғызған еді. Бағым су құйып жүретін. Айсұлу ағаштың түбінде ұзақ отырды. «Қалай тез өсті?» деді ақырын. Бір кезде бұл аулада балалар жүгіріп жүретін. «Анашым, анашым!» деп мойнына асылатын. Енді сол аулада жалғыз өзі отыр. Тек құстардың дауысы ғана естіледі. Бір күні Бағым күтпеген жерден келді. «Анашым!» деп құшақтады. Айсұлудың көзінен жас шығып кетті. «Қарағым, келдің бе? Сізді сағынып кеттім». Олар ұзақ сөйлесті. Бағым анасының жүдеп кеткенін байқап қалды. «Анашым, арықтап кетіпсіз?» «Жоқ, қызым, қартайған соң солай ғой». «Дәрігерге бардыңыз ба?» «Уайымдама, мен жақсымын». Әдеттегідей тағы да шындықты жасырды. Бағым кеткен соң үй бұрынғыдан да бос болып көрінді. Айсұлу қызы отырған орындыққа ұзақ қарап отырды. «Кішкентай кезінде менсіз ұйықтамайтын еді», деп күлімсіреді. Сосын үнсіз жылады. Сол түні жүрегі қысылып ауырды. Батима жедел жәрдем шақырайын деді. «Қойшы, өтіп кетеді». «Балаларына хабарласайын». «Жоқ, қорқып қалады». «Айсұлу, өзімді де ойлашы». Айсұлу әлсіз ғана жымиды. «Ана өзін ойлай ма екен, Батима?» «Ал өзіңше, сенің жүрегіңше?» «Менің жүрегім баяғыда балаларыма кетіп қалған». Батима бұрылып кетті. Көзінен жас шықты. Түн ортасында Айсұлу орнынан тұрды. Ескі сандықты ашты. Балаларының хаттарын қайта оқыды. Суреттерін құшақтады. «Абзалым, Ертайым, Бағымым, сенде дүниеге келген күн менің ең бақытты күнім еді. Мен сендер үшін бәріне шыдадым. Тек бір ғана арманым болды. Қартайғанда жанымда болсаңдар деп едім». Ол көз жасын сүртті. «Бірақ мен сендерге ренжімеймін. Өйткені ана баласына реніш сақтай алмайды екен». Таң алдында ол жай намазын жайды. Соңғы рет ұзақ дұға жасады. «Я Алла, балаларымды өз панама ала көр. Абзалға тура жол бер. Ертайдың шаңырағын аман ет. Бағымның балаларының қызығын көрсін. Оларды бір-бірінен айырма. Қиналса,
жандарынан жақсы адамдар табылсын. Менің көргенімді олар көрмесін. Дұғасын аяқтап болған соң, ол терезе алдына барып отырды. Күннің алғашқы шапағы көрінді. Кенет есік ашылып, ішке Абзал кіріп келгенде елестеді. Анашым! Артынан Ертай. Шай қойдыңыз ба? Бағым. Мен келдім. Немерелері. Әже! Айсұлудың жүзіне күлкі үйірілді. Келдіңдер ме, қарақтарым? Бірақ бұл тек сағыныштан туған арман еді. Үй іші әлі де үнсіз болатын. Тек қабырғадағы сағаттың тықылы ғана естіліп тұрды. Айсұлу көзін жұмып отырып сыбырлады. Балаларымды тағы бір рет құшақтасам ғой. Сол кезде сырттан Батиманың даусы естілді. Айсұлу, ояу отырсың ба? Бірақ бұл жолы жауап болмады. Батима есікті тағы қақты. Айсұлу, Айсұлу, қарағым! Үйдің іші тым-тырс еді. Әдетте осы уақытта Айсұлу, кір, Батима, шай ішіп кет, деп қарсы алатын. Бүгін үн жоқ. Батиманың жүрегі бір жамандықты сезгендей дүрсілдеп кетті. Есікті жайлап ашып кірді. Ас үйде 3 кесе тұр екен. 1 кесе Абзалға, 1 кесе Ертайға, 1 кесе Бағымға арналған. Шәйнектегі шай әлі жылы еді. Айсұлу, деп дауыстады Батима. Жауап болмады. Бөлмеге кіргенде Айсұлу төсегінің жанындағы орындықта отырған күйі терезеге қарап қалыпты. Қолында ескі фотоальбом. Кеудесіне балалардың кішкентай кездегі суреттерін қысып ұстап отыр екен. Жүзі тыныш. Ернінде әлсіз ғана күлкі бар. Батима оның жанына жүгіріп келді. Батима есікті тағы қақты. Айсұлу, Айсұлу, қарағым! Үйдің іші тым-тырс еді. Әдетте осы уақытта Айсұлу, кір, Батима, шай ішіп кет, деп қарсы алатын. Бүгін үн жоқ. Батиманың жүрегі бір жамандықты сезгендей дүрсілдеп кетті. Есікті жайлап ашып кірді. Ас үйде 3 кесе тұр екен. 1 кесе Абзалға, 1 кесе Ертайға, 1 кесе Бағымға арналған. Шәйнектегі шай әлі жылы еді. Айсұлу, деп дауыстады Батима. Жауап болмады. Бөлмеге кіргенде Айсұлу төсегінің жанындағы орындықта отырған күйі терезеге қарап қалыпты. Қолында ескі фотоальбом. Кеудесіне балалардың кішкентай кездегі суреттерін қысып ұстап отыр екен. Жүзі тыныш. Ернінде әлсіз ғана күлкі бар. Батима оның жанына жүгіріп келді. Айсұлу! Бірақ бәрі кеш еді. Ол мәңгілік сапарға аттанып кеткен болатын. Батиманың назары үстелдегі бүктелген қағазға түсті. Онда дірілдеген қолмен жазылған соңғы сөздер бар екен. Абзалым, Ертайым, Бағымым. Егер осы хатты оқып отырсаңдар, мен сендерді күтумен өткенімді біліңдер. Мен сендерге ренжіген жоқпын, тек сағындым. Менің өмірімде көп қиындық болды. Әкелерінің мінезі, жоқшылық, жалғыздық. Бірақ сендер үшін бәріне шыдадым. Менің бар арманым сендердің қызықтарымды көру еді. Бір дастархан басында отырып шай ішу еді. Анашым, шаршадыңыз ба деген сөздерінді есту еді. Бірақ оған уақыт жетпеді. Егер мені жақсы көрсеңдер, бір-бірінен алыстамаңдар. Бір-біріне мейірімді болыңдар. Өйткені бұл өмір өте қысқа екен. Мен сендерді өмірімнен де артық жақсы көрдім. Аналарың Айсұлу. Хатты оқып отырып Батима көз жасына ерік берді. Абзал жеткенде анасының жаназасына дайындық басталып кеткен еді. Ол анасының жанына келіп тізерлеп отырды. Анашым, мен келдім. Осы сөзді айту үшін қанша уақыт кеткенін енді түсінді. Тұрмысшы, мен енді бәрін түзеймін. Мен сізді алып кетемін. Бірге тұрамыз. Бірақ анасы үнсіз жатты. Ертай келіп табыттың қасына отырды. Өмірінде бірінші рет өзін кішкентай баладай сезінді. Анашым, сіз маған ренжідіңіз бе? Жауап болмады. Бағым анасының орамағын құшақтап жылады.
Мен сізге қанша рет хабарласамын деп жүрдім. Уақытым болады деп ойладым. Бірақ уақыт ешкімді күтпейтін еді.